Шай ішіп қайту керек, шай ішіп қайту керек, шай ішіп қайту керек маған. Шай ішсең көңілің жай деген. Әсіресе біз әйелдер қауымы күнделікті қауырт жұмыстың арасында бір мезгіл шай ішіп үзіліс жасап алғанды жақсы көреміз. Сондықтан болар қазір қыз-келіншектер арасында құрбы шай деген жаңа тренд кеңінен танымал. Бұндағы басты мақсат әрине шай ішу емес, дос құрбылармен кездесу, сырласу, күнделікті жұмыстан ойынды бір сәт бөлу, жанға демалыс сыйлау, яғни шай да бір терапия. Шай ішіп қайту керек, шай. Дәл осы бағытта Анаға тағзым орталығы өздеріңізге су жаңа төл жобасын ұсынады. Хабарда еңбегінен елгеленген, өз саласында жетістікке жеткен, 10 саусағынан өнер тамған қыз-келіншектермен еркін форматта шай үстінде әңгіме айтатын боламыз. Армысыздар, бұл бір шәугім шай бағдарламасы және оның жүргізушісімен Гүлсім Нұрланқызы. Бағдарламамыздың алғашқы қонақтары тегін адам емес, көпше айтқанынан ақ қонақтарымыздың бір емес, бірнеше кісі екенін байқаған боларсыздар. Әне өздері де кеп қалған сияқты. Ендеше жүріңіздер, бірге күтіп алайық. Саламатсыздар ма әжелер, қалайсыздар? Аман есен жеттіңіздер ме адаспай? Қайдан адасамыз, осыдан бір жыл бұрын өзіміз іргетасын қалап кеткенбіз. Сондықтан да бізге ыстық көрініп тұр. Анаға тағзым кешені, ерененбек қой еселі, мейірімнің шуағы алыстан ақ еседі, құтты болсын, халықтың игілігіне жаратыла берсін. Қалай екен апай, осыдан бір жыл бұрын өздеріңіз іргетасын қаладыңыздар. Сіз ойлағандай ма екен? Басқаша болып кеткен ғой, керемет, әппақ бір ананың ақ көңіліндей сыртын қаптаған екен, керемет. Ақниет әжелер ансамблі құрылғанына 10 жылдан асқан. Қызылорда қаласына қарасты Абай ауылы мәдениет үйінің өнерпаздары. Әсем әні ерекше орындаумен көпшілікті тәнті етіп жүрген аналар тобы. Ансамбль құрамында 10 адам бар. Болдырып болған биыл тай, қолда жоқтың қиынай, ұстараның жүзінде аударылған дүния. Ақниетті әжелер, Абай ауылынан келе жатырсыздар, жол шашатқан шығар. Жүріңіздер бірге бір шәугім шай ішейік. Бестің шайын қою күрең қылып шай ішеміз. Қазір әже болғаннан кейін түрлі шайлар ішетін болдық қазір. Рахмет шайларыңызға. Алла разы болсын. Марал әже, әжелер ансамблінде өнер көрсету үшін міндетті түрде әже болу керек пе? Барлығыңыз зейнетте шығарсыздар, иә? Әрине, зейнетке шыққаннан кейін үлкен бір тағы да өзіңе өзің өмір сүріп жүре бермей есеп беру керек қой. Сондықтан да тағы да халықтың алдына шығып, тағы да бір өзімнің өнерімді, бойымдағы күшімді көрсетсем деген арманмен мінеке Ақниет әжелер ансамбліне 10 жылдай болды мүшесімін. Әрине, әже болу керек, өйткені жастардың бәрі қазір азынан кешке дейін жұмыста, кейбіреулер түнгі неде ауысымда жұмыс істейді. Сондықтан да бір жағынан немере бағып, бір жағынан жаңағы өзіміздің сүйікті ісімізбен айналысқанға не жетсін. Әрине, әже болу үлкен бақыт қой. Сырт көзге қарағанда жұмыстарыңыз оңай сияқты. Сахнаға шығасыздар, халық әнін айтасыздар, сонымен үйге қайтасыздар. Бірақ әр жұмыстың өзінің қиындығы бар, жұмыстың оңайы жоқ демекші. Әжелер ансамблінде өнер көрсетудің қандай қиын тұстары бар? Әрине, енді бірден өлең айту оңай емес, оған да шамалы дауыстың несі керек. Бір өлеңді айтқанда қайта-қайта дайындаламыз, және де даусымыздың несін ырғағына келтіріп ән айтамыз. Қазір жастар жұмыс істегісі келеді. Бұрынғыдай жылдап декретте отырмай, баланы әже мектебіне немесе балабақшаға беріп, ақша тапқысы келеді. Осы мәселеге көзқарастарыңыз қандай? Баланың есі кіргенінше анасының жанында болу керек пе? Әлде анасы жас кезінде жұмыс істеп ақша тапқаны дұрыс па? Жалпы әже мектебінің маңызы қандай? Енді бала тәрбиесі үлкен міндет қой. Дүниеге әкелгеннен кейін оған тәрбие беру керек, білім беру керек. Сондықтан да анасы, атасы жұмыста болғаннан кейін үйде отырған әжелер өзінің тәлім тәрбиесін бере алады. Сондықтан да ол екі жаққа да мен келсе алам. Мына оң жағымда отырған Шара 90-ға келген апамызды бағып отыр, енесі қолында отыр. Сондықтан да күміс алқаның өзі иегері, сол жағымда отырған Айткүл алтын алқаның иегері,
бала тәрбиелеп өсіріп, ұлды ұяға, қызды құяға қондырған әжелер, бәрі де абзал әжелер. Сондықтан да әженің бауырында өскен немерелер жаман болмайды, тәрбиелі болады, мейірімді болады. Үлкенге құрмет жасайды, кішіге ізет жасайды деген ойдамын. Зейнет жасына дейін қай салада еңбек еттіңіздер? Сахнаға шығып ән айтсам деген бала күнгі армандарыңыз болды ма? Зейнет жасына дейін мектепте кіші қызметкер болып жұмыс істедім. Осы 7 жыл бұрын пенсияға шықтым. Әрине өзім бала кезімде ән салсам деген арманым болған, сол арманым орындалды. Қазір шүкір Аллаға. Әншілер ансамблінде ән шырқап жүрміз. Кішкентай кезімізде пенсияны ата-әжелерімізден бұрын біз асыға күтетінбіз. Ол кездің банкноталарында Абылай ханның, Абай Құнанбаевтың, Шоқан Уәлиханов аталарымыздың суреті тұратын нағашыларымызға барғанымызда есімде. Есіктен кіре салысымен ата Абай берш деп баратынбыз. Сол кездегі 20 теңгелікте Абай атамыздың суреті тұратын еді ғой. Сол пенсия десе осы кез менің есіме түседі, ыстық естелік. Ал сіздер өздеріңіздің пенсияларыңызды қайда жұмсайсыздар? Біз өмір сүрген кезде пенсия деген өте қиын болды. Біз ата-әжеміздің бауырында өскеннен кейін ол кезде өте қиыншылық замандар болды ғой енді біздің кезімізде. Қазіргі шүкір Аллаға зейнетке шыққаннан кейін сол немерелеріміздің, балаларымыздың игілігіне жаратуға асығамыз. Және өзіміздің де жаңағы баратын жерлеріміз, тойларымыз бар, шүкір, соған апаруға асығып отырамыз. Ұялмай барсақ деген ойдамыз. Қазір зейнеткерміз, еңбегіміздің жемісі деп ойлаймын. Сондықтан да балаларымыз сол игілікті көре берсе, ортасында бізде аман-есен жүре берсек, зейнетақымызды алып деген ойдамын. Ал құрметті ақ-ниетті әжелеріміз, әнемне дегенше бағдарламамыздың соңғы бөліміне де келіп жетіппіз. Бұл бізде дәстүрлі сұрақ айдары. Қазір мен сіздерге кезек-кезек сұрақ қояйын. Бір сұраққа бір жауаппен, бір сөзбен ғана жауап берсеңіздер. Олай болса бастайық. Бұрынғының аналары қандай болған? Қазіргінің аналары қандай? Бұрынғы аналар нағыз бейнеттің ортасында жүрген ғой. Қазіргі аналар шүкір Аллаға бәрі суға дейін, газға дейін, отынына дейін үйге кіріп тұр ғой. Бақытты қазіргі аналар. Анаңыздың қай қасиеті ұнайтын? Анам өте жақсы кісі болған. Көп балалы ана болған. Жақсы өзіміздің жаңағы жоғары көтеріп мәртебеміз анамыз ғой енді. Қазір ол кісі жоқ, енді ол алдағы ауылға кеткен. Өте жақсы кісі. Анаға деген еш нәрсе жетпейді. Анаға тағзым орталығынан не күтесіздер? Керемет музейлер, қазақша несіндегі киімдер, нақышындағы. Өзіміздің қазіргі жастарымызда сонда киініп жүрсе деген ниеттеміз. Жас аналарға айтар ақыл кеңесіңіз? Жас аналарға берер кеңесіміз мейірімді болса, ана мен бала ажырамаса екен, шаңырақтары биік, керегесі кең болып, қара шайды ішеді, со татып тәтті күліп ойнап отырып ішсе бойына тарайды, бізден үлкен өнеге алса деген ниеттемін. Өмірлі болсын, тәрбиелі, мейірімді азаматтар өсе берсін деген тілекпін. Анаға тағзым кешені бір керемет орталық болып отыр. Ол кейінгі аналарға үлкен көмек береді деген ойдамын. Өйткені небір кабинеттер бар екен, жаңағы қазақтың ұлттық үрдістері, құндылықтары барлығы осыған жинақталған ба деп ойлап қалдым. Ал ақ-ниетті әжелеріміз, бүгін өздеріңізбен қызықты әрі танымды бағдарлама болды. Тіпті мына бір шәугім шайымыздың қалай тез таусылып қалғанын байқамай қалдық. Орталығымыздың, мына студиямыздың, бір шәугім шай бағдарламамыздың алғашқы қонақтары өздеріңіз. Сондықтан біздің жаңа ашылған орталығымызға, мына бағдарламамызға ізгі тілектеріңізді білдірсеңіздер, баталарыңызды берсеңіздер деген ниет. Үйші ауыл аймақ аман болсын, берекелі тыныштық заман болсын. Құдайым таусылмас ризық беріп, дастарханда татулы тағам болсын. Ауылың аймағымен аман болсын, ырыс-неспен қызығың қатар кесін. Жақсы көрген қонағың жегеліп, таусылмас дәм тұзыңды тата берсін. Ағанаға тағзым кешенінде орталығындағы аналар клубынан ақыл кеңес алып тұрсын. Ол берері көп, өткені тәрбиенің орталығы. Сондықтан да кейінгі келіндер ибалы,
ізетті, мейірімді болса деген ойдамыз. Сондықтан да анаға тағзым орталығының берері көп.